Каспи арқылы ИП-ны қалай ашу керек, соны бірге үйренетін боламыз. Каспиге кіреміз, госуслуги бөлімін таңдаймыз, зарегистрировать ИП-ны басамыз. Ашылды міне бізден. Яғни өздеріңізді ИП-ларыңыздың атын жасасыздар, келесіде және өздеріңіз қалаларыңызды болмаса облыстарыңызды таңдайсыздар, бізде Алматы қаласы. Сонымен қатар налоговый органды таңдайсыздар, бізде Наурызбайский район, және де өздеріңіздің көшелеріңізді, және де үйдің болмаса офистің номерін жасаңыз бұл, бізде 19. Енді кеттік. Сәл күтеміз, 100% толу керек. Енді өздеріңіздің